Бала тәрбиесіне келгенде өте қиратушы белгілі бір таптаурындар бар. Бұл таптаурындар көбіне әкелерге тән. Солардың бірі қазір маған жұмыс істеу керек. Кейінірек босағанда ойнайым. Сіз білесіз бе, бұл дегеніміз барып тұрған адасқандық. Мен ешқашан былай деп айтпаған іскер ерді, не әйелді кездестірген емеспін. Қазір маған жұмыс істеу қажет. Істі бір жөнге келтірейін, сонда ойнармын. Сосын балаларыммен уақыт өткізем. Сосын не боларын білесіз бе? Сіз балаларыңызға уақыт табам дегенше, балаларыңыздың қолы босамай, енді олардың сізге қарайтын уақыты болмайды. Білесіз бе? Бала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тіпті 9, 10 жаста болғанда, ол сіздің жұмыс кестеңізге икемдене алады. Ал ол 11, 12, не ең кеші 13 жасқа толғанда, сізге оған икемденуге тура келеді. Егер кішкентай бала әке маған көмек қажет десе, сіз жауабыңызды кідірте аласыз. Немесе әке мынаған қалай қарайсың десе, сіз жарайды осыған кешкісін оралайық деп айта аласыз. Ал сізге жасөспірім жүгінсе, оған кідірмей жауап беру қажет. Сізге оған икемденуге тура келеді. Өйткені жасөспірімдердің расында қолы босай бермейді. Бұл табиғи нәрсе. Сонымен қазір жұмыс, ал балалар сосын деп ойлайтын болсаңыз қателескеніңіз. Сіз ойнауға әйтеуір уақыт тапқанда, балаларыңыздың сізге уақыты болмауы мүмкін. Тағы бір таптаурын. Құдайдың құдіреті біздің барлық қателіктерімізді жабады дегенге сену. Иә, Құдайдың құдіреті расында біздің жасаған қателіктерімізді жабады, бірақ мен сізге бір нәрсе айтайын. Сол қателер біздің балаларымызға терең әсерін тигізеді. Мен сондай ақталумен өмір сүргім келмейді. Көптеген қателіктер жасағалы жатырмын. Бірақ одан қорқатын еш нәрсе жоқ, өйткені білесіз, Құдай құдіретті, ол бәрін реттейді. Сізге бір нәрсе айтуға рұқсат етіңіз. Сіздің балаңыз бұдан зардап тартатын болады. Тағы мынадайда бір таптаурын бар. Дегендей, бұның бәрі жақсы ғой, бірақ менің уақытым жоқ. Егер сізде балаларыңызға уақыт жоқ болса, яғни сізде еш нәрсеге уақыт жоқ деген сөз. Мен сізге айтайын, жылдар өтіп, сіздің жасыңыз 60-қа таяп қалғанда, мәнсап сатысымен жоғары өрмелеуді жалғастырып, одан ләззат алу сізге тіптен оңай тимейді. Ал балаңыз үйге келіп, құшақтап, сізге: әке, мен сені сүйем. Бүгін гольф ойнайықшы. Кафеден кешкі ас ішіп, бір жаққа демалуға барайықшы десе, сіз ешқандай жұмыс бере алмайтын бір рахатқа бөленесіз. Сонымен ешқашан сізде уақыт жоқ сияқты қате түсінікке, қате нанымға берілмеңіз, өйткені мен сенімдімін, баласымен уақыт өткізетін әркім ешқашан сол жайында өкінбейді. Сізге қарымтасы міндетті түрде қайтарылады, сізді жарылқайтын болады.